WhatsApp ағайындар, бүгін бізде LG Stand By Me 2 27LX6 атты портативті смарт телевизор келіп қалды. Соған біз бүгін анбоксинг әрі шоу жасайтын боламыз. Ендеше көп созбай бастайық. Мынау бізде телевизор келетін стойка, телевизордың кабельдері, біз бұның қай жерге тығатын алдағы уақытта көрсетіп кетеміз. Ал мынау бізде осы стойканың аяғына қалай қатырылатын болттары, то есть осы болттар арқылы қатырылады. Телевизордың пульті, телевизордың аяғы осыған стойка қатырылады. Бұл телектің диагоналі 27 дюйм, рұқсаттылығы QHD, 2560-ға 1440 пиксель, IPS LED сенсорлы экран, жаңарту жиілігі 60 Гц, HDR қолдауы Dolby Vision, HDR10, HLG. Жұмыс уақыты 4 сағатқа дейін, қуат тұтынуы 23 Вт, 0.5 Вт күту режимінде, қуат көзі USB арқылы зарядтау. Операциялық жүйе WebOS 24, дыбыс 10 Вттық динамик, AI Sound қолдауымен, процессор Alpha 8 AI процессор Gen 2, қосылу мүмкіндіктері USB-C-ден 2, HDMI-дан 1, қосымша мүмкіндіктері NFC, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit. Өлшемдері 623-ға 1277-ге 398 мм, салмағы 16-та 2 кг, жаңағы монитордың өзі 4-3 кг. Қосымша аксессуарлар иыққа ілетін белдік, магнитті пульт ұстағыш, қорғаныс қаптамасы. Міне мынау жаңағы телектің стойкасы, мынау көріп тұрған шеңберге осы монитор киіледі, ал мына стойканың асты жаңағы дөңгелек табанына қатырылады. Міне мынау болттарды жаңағы стойканың астын мына дөңгелек табанына осы көріп тұрған болттар арқылы қатырасыздар. Мына көріп тұрғандарыңызды резиновый прокладка, бұл осы табанның төңкерсеңіздер астында роликтер бар. Сол роликтер арқылы кез келген жерге қозғалтып алып жүрсеңіздер болады. Ал егер бір орында қозғалмай тұру үшін осы табанына резиновый прокладканы кигізіп қоясыздар, сонда қозғалмай бір орында тұрады. Міне жаңағы айтып кеткендей, стойканы дөңгелек табанда өзінің кигізетін жері бар. Қарасаңыздар, өзінің кетіктері бар. Сол кетіктеріне тура кигізу керек. Кетіктеріне тура кигізіп, табанның астынан жаңағы 4 болтты қатырасыздар. Сонда стойка қатып тұрады. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, дисплейді стойканың мойнына осылай қатырасыздар. Сол кезде ол заряд алады. Және бір ерекшелігі, дисплей стойканың мойнына қатырмай автономно өзі жұмыс істей алады. Яғни жай ғана телектің өзін шешіп алып, кез келген бөлмеге немесе басқа жерге алып жүріп қолдана бере аласыздар. Дисплейді горизонталды және вертикалды түрде қолдануға болады. Оны оңға, солға және жоғары төмен түсіруге болады. Одан кейін стойканың мойнын жоғарыға және төменге қаратып қойсаңыз болады. Міне өздеріңіз көріп тұрыңыздар, мынау кнопка бізде телевизорды қосып өшіру кнопкасы, мынау HDMI, бұл USB-C, бұл арқылы мониторды зарядтауға болады. Бұл бізде управление голосом, немесе қазақша айтқан кезде дауыспен басқару жүйесінің қосып өшіру кнопкасы. Бұл динамик, монитордың екі жағында динамик бар, 10 ваттық Dolby Audio версиясын қолдайды. Енді камера монитор былай жылыстам. Бұл жерде тоже USB-C, бірақ бұл жерге өзінің бөлек сатылатын бір камерасы бар. Соны қосып қойып, камераны екеуін байланыстыруға болады. Айтпақшыдай, мына жерде резиновый накладкалар бар. Осыны шешіп алсаңыздар болады. Бұл жерде смарт телевизордың бөлек чехолын алсаңыздар болады. Сол чехолды осы жерге кигізіп, как планшет ретінде қолдансаңыздар болады. Жаңағыдай артына планшеттің чехолдар болады, бүйтіп артына қайырып қояды да, планшет құламай, бүйтіп бір орында тұратын. Сондай өзінің чехолы бар.
мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай мына резиновый накладкалар бар. Осыны алып мына монитордың иыққа асылатын немесе бір жерге іліп қоятын ремені бар, солмен бірге жүреді. Бұл қазіргі версияда ол жоқ әрине, но оның екінші түрі бар, ол Stand By Me 2 27 LX6 TEGAA атты версиясы бар. Сол версиясында мынау іліп қоятын немесе иыққа асылуға болатын ремені бар, солысымен бірге жүреді. Осыны қатырсаңыздар болады. Бұл осы екі жағында және мына жерінде бар. Тоже осы резиновый нені аласыздар. Осы жерлерге былайынан қатырсаңыздар болады. Және мына жағынан қатырсаңыздар болады. Бұл құрылғының басты ерекшелігі және плюсы деп айтсақ болатын шығар, ол мобильность әрине. Өйткені өздеріңіз көргендей табанында роликтер бар. Яғни сіз өз үйіңіздің кез келген бөлмесіне алып жүре аласыз. Қонақ бөлме болсын, жатын бөлме болсын, ас бөлме болсын, осы құрылғымен өзіңіз контент көріп, немесе басқа да заттарыңызды, жұмыстарыңызды жасай аласыздар. Мына зарядчик кабельді табандағы радион бар, сол жерге қосып, тікелей дисплейді зарядтай бересіздер. Экран 27 дюйм, 68 сантиметр, сенсорлы IPS экран, 2560-ға 1440p рұқсатымен, WebOS 24 LG телевизорлық операциялық жүйесі, YouTube, Netflix сияқты қосымшалармен жұмыс істейді. WhatsApp айынан бүгін шағында біз өзіміздің жұмыс компьютеріміз жайлы айтатын боламыз, яғни қандай бөлшектерден тұрады, оны біз қалай. Мына ішінде MoveMaker деген приложение бар. Соған кіріп, өздеріңіз қалаған, ұнаған заставкалерді қоя аласыздар. Және түрлі сағаттың түрлері бар, сағаттарды қойып қойсаңыздар болады. Анимациялық фондар бар, фон қойып қойсаңыз болады. Әдемі каминдің жанып тұрған отты қойып қойсаңыздар болады. Ішінде көбен түрлі-түрлері бар, мұхитты бар, балықтар бар деген секілді. Өздеріңіз енді что душа пожелает, соны қоя бересіздер. Оның өзінің пульті бар, яғни сіз бұны дистанционна басқара аласыздар, және пульттің өзінде магнит бар. Жаңағы дисплейдің төбесіне немесе жанына қатырып қойсаңыздар болады. Айтпақшы, AirPlay 2, Miracast және LG Sync деген приложение бар. Сол арқылы телефондағы экранды мынау мониторға шығаруға болады. Қазір сіздерге көрсетемін. Мына менің телефонның несін мына жаққа көрсетіп тұр. TikTokқа кіріп. Знаменитый ленд-лиз действительно нам помог. Салам алейкум, брат. Мен балам. Вы знали, что шифер может вызвать рак? Қазір YouTubeқа кіріп көрсетемін. Вот мысалға YouTube. Companies of all sizes use big to uncover new insights from their data, like cost saving. I got the Tesla Electrophone, but not just that. I've actually spent the last 6 months. Мына смартфондағы экранды дисплейге қалай шығару екенін көрсетіп жіберейін. Бірінші сіз өздеріңіздің смартфондарыңызға LG Sync деген приложениені тартасыздар. Соны тартқаннан кейін ішінде категориялар бар. Жаңағы TV, холодильник, стиральная машина деген сияқты. Соның ішінде TV-ге кірсеңіздер, өзі сіздердің жаңағы телектеріңіз шығып тұрады. LG Stand By Me 2 деп. Сол екеуін басып, өзіңіздің смартфоныңызбен байланыстырасыздар. Одан кейін трансляция экраны дегенді басып, сіздің смартфоныңыздағы экранды тікелей дисплейден шығара аласыздар. Солай телефоныңыздағы көріп жатқан затты үлкен экраннан көруге мүмкіндік бар. Ал енді қорытындылай келе, бұл құрылғы өте мобильді болғандықтан кез келген жерде қолдана аласыздар. Мысалға жатын бөлмеде, ас бөлмеде, тіпті көшеге иыққа асылып жүрсеңіздер болады. Бұл телекпен сурет сала аласыздар, ойын ойнай бересіздер. Жалпы өмірде көп қолданыстарыңызға жарата аласыздар. Айтпақшы, осы телекті описаниедегі дүкеннен ала аласыздар. Осымен біздің шолуымыз тәмам. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментке өз ойларыңызды жазып, каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.